Ya, assalomualaikum қазақ елі. Құрметті қазақ елі. Міне бүгін 2026 жыл 23 ақпан күні міне біз мына Нидерланд корольдығының Гага қаласы, яғни енді өздерінің тілмасының Данхак қаласында орналасқан халықаралық қылмыстық сотының алдына келіп тұрмыз. Бұл келу мақсатымыз мына эфирде де жазылып тұр, Тоқаев сотталсын. Енді өз халқын міне мына жерге көрсетіп, өз халқын орыстың әскерін шақырып қырғызды. Мына жерде өзінің айтқан сөз тұр, міне. I address. Одан мына жерде қараңыздар. 20,000 bandits attacked Almaty. Бірақ Алматыға 20,000 бандит келді. Бірақ ол айтқан сөзін дәлелдей алмады. Міне артынан өтірік болып ешкім елемеді. Бірақ бейгүнәдан қазақтардың қаны төгілді. Өздерінің ресми деректері бойынша мына жерде Қазақстан міне Government KZ сайтында міне жазып қойған 238 адам деп міне. Бірақ нақтылы енді бұлай енді өздерінің айтқан санағы. Ал бұлай халықтың санағы бойынша ол одан да көп. 1000 болуы мүмкін, 1000-нан да артық болуы да мүмкін. Неше мың шығар. Оны қазіргі мына билік, мына Тоқаев билігі міне. Тоқаев билігі, Назарбаев билігі тұрған кезде бұлар ашылады деу қиын. Бірақ енді бұл ашылмайды, осы күні жабып қалады деп біз айта алмаймыз. Әр кезде бәрі іс ашылады. Міне сондай әрі тең, әрі қатар отыр. Бұл жерде мынаны неге көрсетіп отырмыз, неге айтып отырмыз дегенде, мынандай не бар ғой? Қосылғыштардың орнын өзгергенмен қосынды тең дейді. Баяғы қанша сені өзгерттің, бұларды ауыстырдың, біреусінен кейін біреусі келіп, міне тағы да тонайды. Тағы да қорлайды, тағы да бандиттік жүйені ары қарай жалғастырып кете береді. Міне сот. Біз сол қосылғыштардың ғана орнын ауыстыра бермеуіміз керек, ол қосындысы тең. Біз мына жүйені түп тамырмен өзгертуіміз керек. Сонда ғана мына бассыздықтар, мына халықтың зар мұңы тоқтайды деді. International Criminal Court мынау соның алды. Нидерланд корольдығы. Сонда біздің келудегі мақсатымыз не? Біздің келудегі мақсатымыз міне мына қаңтардағы өз халқын атты, қырды, өзін билігін сақтап қалу үшін. Міне сол сияқты жаңа өзенде қырды, ол сияқты осы қылмыскерлер сотталсын.